күн, құрметті көрермендер. Бүгін бізде Карлаг филиалы болған Жаңаарқа маңайындағы Ақтайлақ елді мекеніне жол тартты. Оң жақ, сол жақта талдап көрдіңіз. Сол қалаларда осы Ақтайлақ лагеріндегі абақтыда болған азаматтар салған екен. Олар осы қалада неше жыл салған. Осы қалдың өзі үстінде төлеттен жасалды 5 жыл болды. Сол кісілердің еңбектері қалдың салды. Ақтайлақ талдап соларды сол салды. Құрметті көрермендер, алдарыңызда 1931 жылы 19 желтоқсанда салынған ғимарат. Бұл ғимарат Ақтайлақ мекендегі Ақтайлақ абақтысы. Карлагтағы Долинканың 7-ші аумақтық лагері. Бұл бидайық лагерлерінің орталығы болған. Алдарыңызда ғимаратта сол тергеу орталығының таспен салынған, арасынан лай салып қаланған екен. Мында карцер сияқты мына жақтар, бөлме. Әлі одиночка, жалғыз адамдар. Көп бақсы өшмет. Мына алдарыңыз. Аха, на пештің орында тұрышы. Адамдардың бәрін шақыртқан. Лагерлер болды ғой, жататын барактар. Мысалы қашқан адам, неткен адамдар болса, осы жерге әкеп тергеу жұмыстарын жүргізген. Егер де қашып баратқан жағдайда ұсталса, сол жерде алып тастайды. Ал осы маңайда бір нарушение бір не жасаса, осы жерге тергеуге келген. Ал лагерлер қайда? Лагерлер мына жақта елді мекендер. Ана үй жақта да. Бәрі уже құлаған Мына жақта орындар бар. Құлаған. Мына нелер мықтылығы. Ағашпен шпалды жуынып пісеген. Темір. Қамыр. Мына темір. Штукатур, ана бір жерден штукатур жасалған. Ана бір. Ағара плита тұрсын. Кейіне саған қойдың плита. Оқтар болды. Бәне оңыз. Мынау не нәрсе? Шыққан дүние ғой, не? Лақтып ұстаған ба? Қабырғасын қалыңын көріңіз, 1 метр. Қабырғасын қалыңын көріңіз. Мынау да. Мына жерде решетка болады, мына құлап ұстап тұр. Мына жерге орталық анау келеді. Алты бөлімнен тұрады екен. Кішірек деген несі бар. Ол жеке адамдардың екен. Мен ана пеш деп ойлаймын сен. Олар не ғой? Камералар сияқты ғой, что-то салып. Иә, камера сияқты. Камерамен 6 бөлмелі корпустар қалдарымызда. Бәленбай құдық пештер шығар. Бірақ бұл жерде жылы болды ма екен? Қызыл кірпіш сияқты ойын. Қызыл кірпішіне құйылған. Олар қызыл. Жылдан құйылған екен. Ана решетканы. Ана решетканы. Мына жерге місейді решетканы. Сіз көріңіз ақ. Қозғалмайды да одан. Енді бұл
не болып қалды ғой ешкімге керексіз не болып қалған елдер талайтын талап темір тесекке дейін қоймай талап әкеткен ғой мына бір мысалы 2 бөлімнен тұратын сияқты бөлме өзі 2 бөлім қаншама боздақтарымыз кетті ғой мына жерде мына жерде қабырғасы болған сосын решеткалар болған терезесі болған үлкендеу шамалы аналар кішкентай ғой мынадан үлкендеу биіктігі где-то 60 сантиметрдей сондай терезелер болған қабырғасы көбісі таспен қаланған осы жерде жаңағы тергеу жұмыстарын жүргізген мына жақта барактар болған бұл жерде тұтқындар отырған абақтыда және таңертеңгілікте жұмысқа жібереді бұл жерде мал шаруашылығымен айналысқан бау бақша салған олар балалары осы жерде ашаршылықтан қырылған ғой тамақ жоқ содан жаңағы ана мал шаруашылықтан барған Евдокия Голубева деген азаматша тұрды ғой осы жақта жаңағыда Людмила Голубеваның шешесі соларды Ленинградтан осы жаққа абақтыға келіп жапқан екен сонда жаңа қызы Людмила Голубева 3 жаста болыпты осы лагерьде солар отырған екен жаңағы кім Голубева айтады осы жерде бала шағымда шешем жаңағы сиыр сауатын соның сүтін бөтелкеге ұрлап әкеп беретін кішігірім деп содан аман қалған сонда ана балалар дейді жаңағы жерден қоңыз болсын не болсын соны аузына салып жеп уланып өліп жатты сол кезеңде қаншама азамат пен азаматшалар тұрды осы жерде қазір Ақтайлақ елді мекенінде сол жолдақтары жоқ аудан басында жаңағы Людмила Голубева ол да қайтыс болып кетті осы не жерде абақтыда осы жерде